Әр нәрсеге ұқыптылықпен қараса, игерілмейтін, алмайтын, үйренбейтін іс жоқ екен деп түсінемін. Сол әрбір өмірімізге соны ешқандай бөгет болмайды деген жұмыс солай жүреді. Бірден шахтер болып ешкім тумайды, шахтер болып қалыптасады деген сөз бар. Мен Тушаев Бақытжан Боранбайұлы 1969 жылғы ақпанның 23-інде дүниеге келгем. Мойынқұм районы Көкжелек совхозында дүниеге келгем. Өзім 8 ағайындымын. Үлкені үйдің. Әкем сауда саласында жұмыс істеді. Қазір енді о дүниеге өтіп кетті. Шешем бар. Шешем 75-те. Анам мектепте мұғалім болып істеді. Қазір пенсияда зейнет жасында о кісі. Біз бала күнімізде бізде көбінесе мал шаруашылығы болды. Сол қара жұмыспен ауылдағы қара жұмыс істеп өстік. Кішкентайымыздан бізде шахта деген болмады. Үлкен шахтада естейтінбіз, шахтерлардың жұмысын естейтінбіз. Завод фабрикадағылардың, металлургтардың жұмысын естейміз. Соған армандаймыз. Сөйтіп осы шахтаға келу себебіміз де содан басталды. Шахтаны игеру біз үшін керемет, алынбайтын қамал құсап көрінді. Ал жоқ, мойын сұнып, жақсы зейін қойып, әр нәрсеге ұқыптылықпен қараса, игерілмейтін, алмайтын, үйренбейтін іс жоқ екен деп түсінемін өз басым. Жер асты кенішін жарғыш болып істеймін. Бұл мамандыққа басында Ақбақай деген тау-кен байыту үлкен комбинат бар еді. Сол жерде сол жерге барып жұмысқа тұрдым. Ұңғылаушы, проходчик дейді. Сол жерден жұмыс, мен шахтерлік өмірі сол жерден басталды. 2000 жылдан бері осы қызметте келе жатырмын. Мына корпорацияға, Шатыркөл деген рудникке 2007 жылы келіп кірдім. 2007-ден 2016-ға дейін şu жерде қызмет жасадым. Жайсан руднигіне 22-нің декабрь айында кірдім. Желтоқсан айында кіріп, осы рудникке кіріп, жер асты кенішінде жарғыш болып істеп жатырмын. Бірден шахтер болып ешкім тумайды, шахтер болып қалыптасады деген сөз бар. Үлкен кісілер істеді, қасымда үлкен әріптестерім. Кентау қаласынан болды о кісілер, алтын шығаратын шахтада істеді, ұңғылаушы болып. Сол кісілерден үйреніп, тәжірибе. Одан корпорацияға кірдім, жарғыш болып. Сода 9 жыл жұмыс істедім Шатыркөлда.
енді ол уақыттағы жағдай мен қазіргі жағдайда салыстыруға келмейді. Қазір технологияның дамыған, барлығы жаңа үлгідегі техникалар қауіпсіздік ережелеріне басты назарда ұстайды. Бірінші шахтаға түскенде наряд алып, жұмысқа баратын нарядымыздың өзі сол қауіпсіздіктен басталады. Өте қауіпсіздік ережелеріне жете мән береді. Бізді шахтада сол мастерімізге бағынамыз. Бір ғана мастеріміз сол жұмыс кестесін сол кісі ғана өзгерте алады. Сол кісінің бұйрығымен қай жұмыс болса да атқаруға тырысамыз. Осы машинаның көмегімен біз жаңа вертикальный, жаңа 25 метрлік скважиндарды зарядтап өтеміз. Қасымда әріптестермен бірге. Өзім болам, және осының операторы болады, машинаға қарайтын, еще жаңа взрывной жұмысты білетін. Водитель взрывник дейді. Мен осы машинада взрывник болам. Екі адам сол жұмысты бірге атқарамыз. 1015 деген забойға барамыз. Біздің забойымыз вертикальный скважин, вері деп айтылады. Енді орысшасы отбойка деп айтылады. Қазақша айтқанда оны қақпа дейді, руданы. Біз соны негізгі міндетіміз паспорт бойынша 6 скважинды дұрыстап оқтап, соны қағып, рудасын түсіруіміз керек. Зарядтайтын жаңағы скважинымызға межелі жерге жеткізгеннен кейін, машинаның негізгі атқаратын қызметі сол машинаның үстінде боламыз. Зарядтайтын устройствосы болатын, жанында үлкен. Осыған оқ дәрімізді саламыз. Осының көмегімен 20-25 метрлік скважиндарды зарядтап, сол қызметімізді бірге атқарамыз, әріптесімен бірге. Қасымда водитель взрывник болады. Ол зарядтайтын үлгісі өзінің ішінде күнделікті күніге осы техниканы қарап отыратын эпирок деп айтылады. Осы машинаға жаңағы машинаны тексеретін осмотр жасалатын. Сол кісілер қарап, машинаны күніге проверкадан тексерістен өткізіп отырады күнделікті. Күніге машинаның болмаса, ол күнделікті қаралмаса, машинаның қай жері болмасын, химиялық жаңағы жарылғыш заттар сол кептеліп тұрып қалады. Машина күнделікті жуылып, шайылып, сондай техосмотрдан өтіп, сондай деңгейде болу керек. Барлық жұмысқа енді тазалық керек. Тәжірибелері мол, толысқан, жаста болса. Сондай Қазақстанның әр түкпірінен, Семейден, Өскеменнен, Кентау, Балқаш, Қарағанды, Жезқазған, сол жақтың жігіттері болып келеді. Бригада болғанда әр қайсымыздың, әр саламыздың қандай өзімізге тиісті қызметтеріміз бар. Сол қызметімізді бір-біріне жалғасқан, жең ұшындай. Бірінсіз бірі келмейді. Сол жұмыстардың барлығын адал, әрі тиянақты, қырағылықпен атқарса, сол әрбірімізге ешқандай бөгет болмайтындай жұмыс солай жүреді. Мен жасым қазір 54-ке келсе де, білетіннен білмейтінім бар. Көп білем деп айтпаймын. Бірақ сол әрқайсымыз сол білгенімізді бір-бірімізге сол үйретіп, бір-бірімізді бөлісіп отырамыз тәжірибемізбен.
жалғыз өзімнің бір ғана ұлым бар. Үлкен 2 қызым жоғарғы оқу бітірді. Басқа салада жұмыс істейді. Біреуі бухгалтерлікте, үлкен қызым сол Тараздағы Таргу университетін тамамдады. Екінші қызым ағылшынды бітірді. Енді ұлым сол IT саласына оқуға түсем деп отыр, ниеттеніп отыр. Одан кейінгі 2-ші класс оқитын Айару деген қызым бар. Бір ауылда дүниеге келгенбіз, жолдасымыз екенбіз. Бір көшенің басы мен аяғы десек те болады. Қосылғанда әке-шешелеріміз, ата-аналарымыздың батасымен қосылғанбыз. 4 бала тәрбиелеп отырық. 3 ұл, 1 қыз. Жолдасымызды шығарып саламыз, күтіп аламыз. Әйтеуір сол аман есен кесеген деп Алладан тілеп отырамыз. Істеп жатқан жұмысы өте, былай қарап отырсаң, қауіпті, ауыр. Сол үй жағдайда мен әйтеуір үйге қарап отыратын адам. Енді жұмыс істеймін дегенде жұмыс істеткізген жоқ, шыны керек. Жұмыс істемейсің, үйге қарап отырасың болды деді. Өйткені әкесінің өзі сөйтіп айтатын. Жұмыс істемейсіңдер, әйелдеріңе жұмыс істетпейсіңдер, өздерің асырап бағасыңдар деген. Ол әулеттің несі сондай етін қағидасы. Сол қағиданы бар баласы ұстанып келе жатыр. Хоббиім сол мал шаруашылығы, кішкене мал ұстаймыз азғандай. Малға сол неғыламыз, кейінгі көңіл бөлеміз. Үй шаруасы, огород дейміз. Біз енді көбінесе бақша егеді. Бақша жұмысын, сол бақшаны шөбін отаймыз дегендей майда-майда шөп жұмыстары бар. Суын суғарасын, сондай жұмыстар өтеді басымыз. Сонымен сол жұмысымызға қайтып келгенге асығамыз. Қазағымыз біздің енді Шу районы жері құмдақ болады. Мойынқұм Шу шектесіп жатыр. Өйткені біз жақта шақты деген осы тау сілемі дейді ғой, осы Ақбақайдың жалғасы. Ақбақай горный жаңағы тау-кен байыту комбинаты. Сонымен шектесіп қазағымыз келіп корпорация осындай үлкен өндіріс ошағын ашып жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Осындай жерімізге үлкен қазағымыз корпорация өндіріс ошағын ашқанына осы жергілікті балалар да кіріп, жергілікті жерден балалар кіріп, жаңадан шахтаны үйреніп істеп жатқан жігіттер бар. Өте қуаныштымыз. Осындай көптеп ашылса екен деп армандаймыз. Осындай қазағымыз сықылды корпорация, осының жұмыс орны көптеп ашылса екен дейміз. Соны тілейміз бірінші.